Qara, men саған 2 жылдан бері қақсап атырмын. Енешка деп айтпа дедім мен саған, а? Керегет жүда, керегет қарасайшы, мен ажырасып кетсем де енешканы сыйлап тұр. Ё-моё, мен вообще түсінбедім, ше мына. Апа енді сізді ажырасып кетсе де ене деп сыйлап жатыр ғой енді. Жоқса енешка деген сыйлаған ба сен? Айналайын сөздің парқын түсінсей сен айналайын. Қандай сөз бар? Ай, осындай албасыздай келіндер келеді, қазақтың керемет қасиет сөзіне сөйтіп орысшан жалғап қояды. Сөйтеді енесін енешка, тәтесін тәтешка, апасын апашка, атасын аташка, братишка. Ай, соның бәрі ешкі ма сонда? Ол сыйлап тұрған жоқ қой, малға теңеп тұр ғой бәрімізді. Айналайын балам ау. Ай, қазақта қандай қасиет сөздер бар ғой, қалай айтсаң да өзгермейтін шырағым. Біздің ұлтымыз не, қазақ па? Қазақ. Сон керісінше оқыс. Қазақ дұрыс па? Иә, шынымен. Ата деген сөз. Ата. Ана деген сөз де өзгермейді, ене деген сөз де өзгермейді айналайын. Аға, іні деген де өзгермейді. Жеп отқан наныңның өзінде былай айтсаң нан болады. Көрдің ба? Лепешка деген өзгермейді. Лепешка қатшы ғой. Орысша ғой? Мен өзім сондай қасиет сөздеріміздің соңына ешкіні жалғап қойған. Сен бері қарашы, албасты. Сен әкеңді не дейсің сен, а? Папа. Папа дейді екен, е? Сол папа дегенді керісінше айтшы. Көрдің ба? Асқар таудай әкесін итке теңеп отыр да итпен жыраған. Мамаңды айтпай қояйын. Bu apa yaptı? Она что? Что, енді бірақ? Она что? Бірақ. Она что, дура, что ли? Жоқ, менікі тура, сен дура.